Маған не болды? Бұл не? Арбадамын ба? Қайда кетіп бара жатыр мені? Бұл миғылған құс. Мені аңдатып қойған ба? Құрметті тұлпарлар, мені тыңдаңыздар. Сіздерді маңызды бір себеппен жинап отырмын. Досымыз Дүлдүл жоғалып кетті. Дүлдүл ме? Не дейді? Дүлдүл? Не дейді? Дүлдүл? Дүлдүл дейді ме? Мәссаған шығар. Тыныш! Біздің жақын досымыз, әрі жүйрік тұлпарымыз Дүлдүлді іздеуге шығайық. Ендеше не қарап тұрмыз? Кеттік іздеуге! Төф! Жоғалса жоғалып кетсе екеніз. Мұнасы не істақ? Мұнасы не істақ? Бұл не болды екен? Жеуге болатын шығар. Әй! Әй, жылқы! Әй, жылқы! Қош келдің қорамызға. Қорамызға? Қандай қора? Мені бұл жерден құтқарып алып кетіңізші, өтініш. Ренжіме, мен олай істей алмаймын. Өйткені сені осында алып келген менің қожайындарым. Не? Қожайын дейсің бе? Дәл солай. Атың кім болады, тұлпарым? Дүлдүл? Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Ақ жүрек. Же, кәне. Сен жабайы жылқысың. Мұндайды жеп көрмегенсің ғой. Бұл таптырмайтын ең дәмді ас. Шын айтасыз ба? Әрине шын айтамын. Жемнен де, шөптен де дәмді. Бұл маңайда көлік жүрмейтін еді ғой. Дұрыс айтасың. Сен не дейсің, Ақтабан? Жүйріктігің мен көркіңнен бөлек, ақылыңды асқан тұлпарсың ғой. Көркіме көз тиіп қалмасын. Ал енді айтар болсам, бұл іздің Дүлдүлге қатысы бар. Жүрегім сезіп тұр, досым. Онда осы маңайды қарайық. Ең алдымен ізді бойлап жүрейік. Бұл қарға бірдеңе біледі.